Ұсынылып отырған бейнеролик 7 сыныптың химия бағдарламасының оқу әдістемелік кешенінде қалай жүзеге асатынын көрсетеді. Оқу мақсаттарын жүзеге асыру теориялық материалдардың қажетті көлемін тәжірибеге бағытталған тапсырмалармен толықтырылған. Ал есте сақта, сен білесің бе, айдарларындағы материалдар оқушылардың қызығушылығының артуына және тапсырманы тиімді орындауына ықпал етеді. Оқулықтың кіріспе беті оқушылардың назарын бөлімдердің қысқаша мазмұны, дағдылар мен оқу іс-әрекеттеріне шолу сияқты маңызды сәттерге назар аударуға көмектеседі. Оқу құралы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға жүйелік әрекеттік тәсіл негізінде әзірленген. Ынталандыратын сұрақ оқушылардың қызығушылығын тудырса, әртүрлі зерттеу тапсырмалары олардың ғылыми зерттеу дағдыларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Тақырып бойынша берілген қызықты ақпараттар оқушылардың ой өрісін кеңейтуге бағытталған болса, сабақ бойынша негізгі қорытындысы еске салу жаднамасы ретінде берілген. Бөлімнің соңында қайталауға арналған тапсырмалар берілген. Оны оқушылар өз бетімен үй тапсырмасы, материалды бекіту немесе бөлім бойынша жиынтық бағалауға дайындық ретінде орындай алады. Тапсырмалар қолданбалы сипатқа ие, өмірмен тығыз байланысты және PISA, TIMSS сияқты зерттеулерде бағаланатын функционалдық сауаттылықты дамуға ықпал етеді. Оқулықтағы қосымшалар оқушылардың білімін жүйелеуге, оқылып жатқан пәннің тұтас бейнесін қалыптастыруға көмектеседі. Зерттеу дағдыларын дамыту эксперименттерге арналған тапсырмалар арқылы сондай-ақ экспериментті жоспарлау, зерттеу мақсатын тұжырымдау, зерттеу әдісі мен материалдарын таңдау, экспериментті жүзеге асыру, қорытындыларды тұжырымдау сияқты кезеңдерін орындау арқылы жүзеге асырылады. Оқу мақсаттарының тәжірибеге бағытталған практикалық тәсір арқылы іске асырылуы білім мен дағдыларды күнделікті өмірде қолдануға ықпал етеді. Арнайы зертте айдарында ұсынылған тапсырмалар әртүрлі сипаттағы зерттеулер жүргізуге және құбылысты ғылыми түсіндіруге, деректерді интерпретациялауға арналған. Экология, кендер туралы, табиғи қышқылдар мен сілтілер туралы материалдарды талдау еліміздің табиғи мұрасын сақтаудағы адам қызметінің маңыздылығын түсіндіре отырып, академиялық және қолданбалы білімді кеңейтеді. Тесттер, диаграммалар, кестелер, интеллект карталарын құру ақыл-ой және шығармашылық белсенділігінің дамуына ықпал етеді. Түрлі түсті және иллюстративті материалдар, фондық суреттер, модельдер толық ақпараттық мазмұнмен қамтамасыз етуге арналған және мәтіндер мен тапсырмаларды толықтыру мақсатында берілген. Оқулықтың соңында глоссарий берілген. Мұғалімдерге арналған нұсқаулықта әр сабақтың тақырыбы бойынша негізгі идеялар, күтілетін нәтижелер, сабақ кезеңдері бойынша берілген тапсырмаларға жауаптар мен ұсыныстар берілген. Сондай-ақ, пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға арналған ұсыныстар мен рефлексия мен өз-өзін бақылауға арналған тапсырмалар келтірілген.